Сәлеметсің бе балақай? Бүгінгі тақырып әскери мамандық. Мамандық деген не? Мамандық алғың келе ме? Мамандық өзі немене? Айналаң толған мамандық, айналаң толған өнеге. Балақай, сен ержеткенде кім болғың келеді? Жақсы, тағы да мамандық түрлерін атаймын. Мұғалім, дәрігер, шаштараз, милиция қызметкері, өрт сөндіруші, құрылысшы, егінші, аспаз. Енді балақай, мен бүгін әскери мамандық туралы айтамын. 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Отан үшін отқа да, суға да түскен ер азаматтарға арналған. Осы мерекеге орай жыл сайын еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі іс-шаралар мен шерулер ұйымдастырылып отырады. Ер елінің қорғаны демекші, бар өмірін әскери іске арнап, өз қызметін мінсіз атқарып келе жатқан жауынгер аға апаларымызға алғысымыз шексіз. Балақай, 7 мамыр отан қорғаушылар мерекесінен кейін 9 мамыр жеңіс мерекесі болады. 9 мамыр күні Қазақстан халқы ұлы жеңіс күнін атап өтеді. Бұл мереке әр отбасына ыстық, өйткені соғыс бірде-бір жанұяны айналып өтпеді. Әр отбасында соғысқа қатысып, жеңіспен оралған немесе ерлікпен қаза тапқан және оралмаған ата-әжелеріміз бар. Қаншама адам тылда еңбек етті. Сұрапыл соғыста жеңіске жету жолында миллиондаған адамның өмірі қиылды. Сондықтан адамзат өткен соғыстың құрбандарын жақсы біледі. Соғысқа қатысып, өмірін қиған аталарымыз бен апаларымыз бар. Балақай, мен аттарын атаймын, сен есіңе сақта. Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Талғат Белгелдинов, Нұркен Абдиров, Төлеген Тоқтаров, Мәлік Ғабдуллин, Қасым Қасенов, Рахымжан Қошқарбаев. Балақай, қазақтың қос қарлығашы Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова апаларымыздың ерлігі бар қазақтың баласы үлгі тұтады. Балақай, енді осы қос қарлығаш апамызға арнап ерсіннің өлең шумағын тыңда. Әлия мен Мәншүкке бастың батыр қыздары, қазақ деп соққан жандары, соғысқа аттандырғалы жылы жүрек мұздады. Талай ғасыр жыр етті, сақтап олар теңдікті, татулықты, бірікті. Қазақ деген елміз ең мықты. Ерлік мәңгі естесің, ұрпақтарың ескесін. Көк байрағың желбіреп, тыныш бейбіт заманда басымыздан бақ кетпесін. Жарайсың ерсін. Балақай, Қазақстаннан 1941 мен 1945 жылдардағы қанды қырғынға 1,5 миллион ұл мен қыз аттаныпты. 600 мыңнан астам қазақстандық бұл соғыстан оралмапты. 500-ден астам елге батыр атанып, аңызға айналған екен. Енді балақай, отан туралы мақал-мәтел айтамын, жаттап ал. Отанды сүю отбасынан басталады. Отан оттан да ыстық. Отансыз адам ормансыз бұлбұл. Туған жер алтын бесік. Қайталап айт. Енді балақай, үйге тапсырма. 7 мамыр отан қорғаушылар мерекесі мен 9 мамыр жеңіс мерекесіне орай сурет сал. Жарайсың, өте жақсы, сау бол.